Сәлем достар, қазір ол қыз әнін гитарада ойнап үйренеміз. Разборды бастамастан бұрын менің туған күніме құттықтаған жандарға бәріне рахмет айтқым келеді. Рахмет. Так, мен сендерге ең алдымен айтып беремін. Қазір әнді, сосын бастаймыз. Кеттілікті ол тыңдамайды, неге бейдің үстіне бейсұрайды, неге ол қыз? Кеттілікті ол тыңдамайды, неге бейдің үстіне бейсұрайды, неге ол қыз? Ең алдымен сендерге барымен оригинал аккордтарды көрсетем, одан кейін барисыз аккордтарды көрсетемін. Так, оригинал аккордтары мынадай. Бірінші аккорд BM. Бұл жерде бары екінші латта, сосын AM аккорд істейміз. BM шығады сол кезде. Екінші аккорд F диез минор. То есть бары ауыспайды, тұра береді. Мына жерден біз EM аккорд істейміз. То есть төртінші, бесінші струналарда. Үшінші аккорд E аккорд. Қағысы мынадай болады. Так, бұл сегіздік қағыс. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. Бұл қағысты біз BM аккордынан екі рет ойнаймыз. Екі рет, сосын F диезға бір рет, F диез минор. Сосын E аккордына бір рет ойнаймыз. То есть екі рет, бір рет, бір рет. Так, бастайық. Кеттілікті тыңдамайды, неге бейдің үстіне бейсұрайды, неге. Сосын ауысамыз, ол қыз. Сосын Eге ауысамыз, ол қыз. И осылай қайталана береді. Куплетіне келген кезде аккордтары мен қағысы өзгермейді. Дәл осылай. Былай болады. Әкесі білсе оны құлағынан бұрайды. Шешесі білсе оны қаншақ деп айқайлайды. И осылай кете береді. И осылай. Ал енді барисыз аккордтары, бұлар AM, сосын EM, сосын D аккорд. Осы үш аккорд AM, EM, D. Қағысы жаңағы алдағы минутта көрсеткендей, сегізді қағыспен ойнаймыз. Бұл жерде AM-ға екі рет, EM-ға бір рет, потом D-ға бір рет. Айтқан кезде бұлай болады. Кеттілікті тыңдамайды, неге бейдің үстіне бейсұрайды, неге ол қыз? Де барамыз, ол қыз. И қайталай береміз. Кеттілікті тыңдамайды, неге бейдің үстіне бейсұрайды, неге ол қыз? Ол қыз. Достар, разбор түсінікті болды деп ойлаймын. Аккордтары қатты қиын емес бұл әннің. Тез үйреніп кетесіңдер деген сенімдемін. Сәттілік бәріне. Келесі бейнесауықта көріскенше.